13-ші қара сөз. Иман деген Алла табарака уа тағаланың шәриксіз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына, уа әртүрлі бізге пайғамбарымыз саллаллаху ғалайхи уәссәләм арқылы жіберген жарлығына, білдіргеніне мойын ұсынып, инанмақ. Енді бұл иман дерлік инануға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі не нәрсеге иман келтірсе, соның хақтығына ақылы бірлән дәлел жүргізерлік болып, ақылы дәлел испат қыларға жараса, мұны якини иман десе керек. Екіншісі, кітаптан оқу бірлән яки молдалардан есту бірлән иман келтіріп, сол иман келтірген нәрсесіне соншалық берік боларға керек. Біреу өлтіремін деп қорқса да, мың кісі мың түрлі іс көрсетсе де, соған айын көңілі қозғалмастай берік болу керек. Бұл иманды иман клиди дейміз. Енді мұндай иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл босанбас болуын керек екен. Екини иманы бар деуге ғылымы жоқ. Таклиди иманы бар деуге беріктік жоқ. Алдағанға, азғырғанға, е бір пайдаланғанға қарап, ақты қара деп, е қараны ақ деп, өтірікті шын деп, еғұн кісіні не дейміз? Екини иманы бар деуге ғылымы жоқ. Таклиди иманы бар деуге беріктік жоқ. Алдағанға, азғырғанға, е бір пайдаланғанға қарап, ақты қара деп, қараны ақ деп, өтірікті шын деп ант етеді. оны не дейміз? Құдай тағала өзі сақтасын, әрнешік білмек керек. Жоғарғы жазылмыш екі түрліден басқа иман жоқ. Иманға қарсы келерлік орында. Жепенде Құдай тағала кеңшілігімен кешеді дағы демесін. Оның үшін Құдай тағаланың ғафуына яки пайғамбарымыздың шафағатына да симайды, мүмкін демес. Ақылшы үстінде серт жоқ деген, Құдай тағаланың кешпес күнәсі жоқ деген жалған мақалды қуат көрген мұндай пенденің жүзі құрысын.